Yo-moyo болды, енді видеомды қоса берсем болады. Yo-moyo видеомды қосайыншы тез yo-moyo видеом камерасын сүртіп жіберейінші. Yo-moyo есікті біреу тақылдатып отыр ғой, қан. Yo-moyo ладно, қазір шыға салармын. Қазір видеомды дұрыста қоса салайыншы. Yo-moyo короче, yo-moyo мынау да бір тақылдата беріп қоймады ғой. Yo-moyo қайсы мақұл как күте тұршы. Yo-moyo видеомды қосып алайын. Yo-moyo мынауын қуады екен ғой. Yo-moyo видеоды қоса салайық десек мақұл шығайыншы. Кім екен ол? Есік тақылдата берді. Не болды? Саламатсыз ба? Менің есімім короче Джексон болады. Мақұл, не болды? Yo-moyo Сізде бір шанс бар. Ақшаңыз жоқ болса, мынау лотереядан көтеріп алсаңыз болады ақшаңызды. Не бары 10 стак изумруд. қойшы, мынау лохотрон, мен мұны білемін. Yo-moyo алдамашы мені, короче. Мен алдамаймын, короче. Кетіп қалсай менің үйімнің есік алдынан. Жоқ, менің үйімнің есік алдынан кетпе. Вообще ауылдан кетіп қал. Бұл жерде ешкім ойнамайды, ондай лохотрон екен білет бәрі. Bir рет ойнап көрсеңізші, дәл көрсеңіз болады қандай екен. Өтірік қой, сенбеймін, қойшы. Yo-moyo басы кетірмей. Давай қайта біздің ауылдан кет, короче, түсін ме? Қазір үйден шыққанша сені көрмейтін болайын біздің ауылдан. Кет. Шынында осындай лохотронына сенеді деп ойлаймын. Видеомды дұрыстап та қосамадым ғой. Yo-moyo хей йобарқын достар, сіздермен бірге мен Нұркизет, қалайсыздар? Короче достар, бүгін мен мынау видео азанмен қосайын деп қойсам, бұнау видео қостырмады ғой. Yo-moyo тоқылдата берді. Енді достар, бүгін біз орманға барып ағаш шауып қайтамыз да бірдеңе істейікші. Yo-moyo әйтпесе болмай кетті ка. Мынау әлі кетпеген бе? Yo-moyo неғып менің есік алдымда тұрсын. Yo-moyo кетіп қалай, короче. Yo-moyo үйге телефон тастап шыға салайыншы. Әйтпесе қалтамнан түсіп қалады достар. Үйге телефон тастап шығайын. Әйтпесе балтамен ақ шығайыншы. Бүгін вообще телефон көрмеймін. Тек орманда болам. Yo-moyo көп болды ғой далаға шығып ағаш шаппағалы. Yo-moyo мынау кетіп қалған сияқты ғой достар, көрінбейді ғой. Ой, yo-moyo мынаяқта тұр екен ғой. Не болыватыр? Майнкрафт қуып жатыр или мен ойнай алмай қаламын. Қуасың ба? Біздің ауылдан кет дедім ғой саған. Yo-moyo қуасың ба? Лохотрончик, кет біздің ауылдан. Ұрмаңыз мені. Диклеу, короче, ойнамай өтірікке қадаласың сен. Қубаш, қазірдің өзінде 100 стак изумруд шығарып алдым. Өтірік деймін, бля, дитл қадаласың, шын айтам. Қой сен расылай, өзім білем ғой, сен кете берсең, қайқа барасың. Мақұл, бля, айырам ше сен. Короче, біздің ауылдан кетіп қал деген түсінбейсің ба? Yo-moyo негізі. Жоғалшы. Бір-екі орманға барып ағаш соғып қайтпасам, yo-moyo бүгін жарты сағатым орманда өтетін шығар, 1 сағат мейлі. Орманға барып ағаш соғып қайтайын достар. Анауға житіл қадалады енді, анау ақшаға ше. Мақұл, мен орманға барып тез ағаш соғып қайтайын. Yo-moyo 300 стактан көп ағаш қазып тастағансың ғой. Мақұл, тез ауылға қайтайын. Yo-moyo анау ауылдағы житілінің анау үйі жоқ болып кеткен ба? Қуама? Орны қалыпты әшейін. Yo-moyo мынау житіл үйі қаяқта? Мынау житілдің, yo-moyo мынау житілдің үйі қаға жоқ болып кеткен. Yo-moyo мына жақта житіл тұрады ғой қазір ғана. Мен үйімнің жанында үй тұр ма? Қалай? Кімнің үйі мынау? Ішіне кіріп көрейін ба? Yo-moyo, что там житіл, сенің үйің ба не бұл? Расыл, шын айтыпсың, қадалып қалдым ғой. Айттым ғой саған, житіл қадаласын дедім. Айттым ғой, yo-moyo. Қадалып қалдың ба точно сен? Қадалып қалдым, анау алдап кетіп қалды мені. Үйіңді тіктің ба сен сонда? Сөйтіп қадалып қалдым. Болды, житіл жыламай. Короче, житіл күте тұрсай. Бүйтеміз. Мен саған 300 ағаш шауып әкелдім де, соның бәріне саған үй соғып берем, күте тұр.
Хотя бы мына үйді бұзбай ақ қояйық, мына керек заттарын алып алайық. Жедел үй соғып беремін саған. Енді Расыл жоқ керек емес. Қойшы, жедел несі керек емес дейсің? Керек саған. Мынау туалетті қаяқтан алып алдың? Осы керек затты алыпсың. Күте тұр, жедел саған үй соғып беремін. Міне осы жақта күте тұр. Алданып қалған болмады мынау жедел достар. Мынау жедел бағана айтқан лотереядан достар алданып қапты. Енді достар ауыл көршіміз ғой, короче. Қашаннан бері бірге тұрып жатырмыз. Бірге деп да бір-бірімізге жақын тұрып жатыр. Сондықтан көршім ғой, короче. Көп нәрсеге көмектеседі достар маған ол ше. Сондықтан үй соғып берейік достар. Бүйтіп үй соғып берейік нормально қылып мынақа. Бүйтейік. Бір әдемі үй соғып берейік достар жеделге. Ё-моё, жедел негізі айттым ғой мен ол жеделге ше достар. Қадаласын дедім, қадалмайым деді. Ол білем. Ой, мақұл болар іс болды. Енді не істей аламыз? Үй соғып беремін оған енді. Мақұл достар, бір маған 32 ма ағаш жетеді негізі. Оның үстіне анау жедел достар, анау үйде қонамайды. Оның үстіне бүгін кешке жаңбыр құяды. Достар, комментарияға жазып кетіңіздерші, сіз жақтарда ыстық болып жатыр ма? Сіздер жақтарда ыстық болып жатыр ма? Біз жақта нормально салқын болып жатыр. Өткені нормально ауада енді. Салқын емес, слишком қыс дегендей. Андай просто кеше ғана бір күн бойы тоқтамай жаңбыр құйды достар. Ё-моё, ыстықтан мез болып кетіп едік, жақсы болды ғой дегенсің ғой. Мақұл достар, көп сөйлемей мынау жеделдің үйін бітіріп тастайық. Күтіп отырған жақта. Ойбай, ё-моё, қате қойдым. Мақұл, нормально қойып кете берейікші. Ой, ё-моё, нан неғып қойып жатырмын мен негізі. Нормально. Бір әдемілеп нормально шыдайтын үй жасап қойық бұл жеделге. Әйтпесе бүгін бұл жедел, ё-моё, далада үсіп қатып қалатын сияқты. Үсіп өліп қалатын сияқты ғой, ё-моё. Оның үстіне достар, мен оған айттым ше негізі азанда. Сол кезде қоя салғанда үйінен айырылмас еді ше. Негізі бірақ достар, лотерея бәрін алдайды ше. Өзіне тартады, короче, өтірік. Достар, енді көп адамға ақша керек қой. Кредиттері бар дегендей, бірақ ондай өтірік ойынға жақындамау керек те. Достар, короче, сіз мынау жеделдің үйін бітіріп тастайық та. Ағашым да аз-ақ қалды. 5-ақ ағаш қалды. Ой, мақұл, біреуін тағы айландыра салармын. Ничего, мынау жедел үшін не істемейсің? Біздің ауылдың тұрғыны. Ол да осы жетіп қалатын сияқты. Бұл жедел негізі үйінен айырылып қалған болмады ше. Мен негізі ше мақұл лотерея дегенді білмейтін болсам да ше негізі үйімді тікпейтін едім достар. Бірақ бұл жедел вообще үйінен айырылып қалған деп ойлаған жоқ қой достар. Осы үстін жауып тастайшы, крышасын болды, крышасын жапсам. Или сәл көтерейін ба крышасын. Сәл көтере салайшы достар. Ой, ну нормально. Үстіп. Әдемілеп үй соғып берейік достар жеделген. Келсе қуанып қалады енді достар. Құлап кеттім достар. Мақұл, қайттан шыға келе салармыз. Бля, қалай соғам енді крышасын. Құлап кеттім ғой. Не болып кетті? Майнкрафт достар қуып жатыр ма немене? Опа, болып қалдым достар, енді сәл астыма бүйтіп қойып шыға салайықшы.
босқа шықтым достар. Бите салуға да болады екен ғой. Короче достар, мынау үйдің сыртын біттік. Короче енді жасап тастайық іштерін. Житель келіп қуанып қалсын. Мынау заттарын короче, мынау керек болатын заттарын бүйтіп қойып қояйықшы мынақа. Ну нормально. Қазірге тұруға болады достар енді. Кейін достар бұл жителдің үйін қайтарып берем ғой короче. Қазірге тұруға нормально мынау жителге үй. Үстіп жауып қояйықшы сәл достар. Короче, анау жителді шақырып қайтайық, ё-моё. Қазір достар, анау жителді шақырып қайтайын. Ё-моё, неғып есік жоқ қойдым. Короче, житель болды, жылама, кеттік. Анау үйіңді жасап қойдым, кеттік, көресің. Қана? Жүрсей житель. Житель үйің осы, короче, анақта керек затың бар, мынаның артында. Я, Расыл, көрдім. Ё-моё, саған рахмет еді, атура айтайын. Сен сияқты мейірімді адамды өмірімде көрмем. Житель оқасы жоқ, короче, алыстағы туысыңнан жақындағы көршің артық деген мақал бар ғой, короче. Болды. Короче, көршің үшін не істемейсің? Давай, житель, короче. Короче, бүгін кешке суық болады, анау жер үй, сол үшін саған үй жасап берімші, давай. Бүгін кешке жаңбыр жауады, житель. Болды, давай, Расыл. Жақсы, житель. Мынау житель үй, ё-моё. Қал үйінен айырылып қалды. Бұдан да үй бар еді, негізі достар. Мақұл, ё-моё. Расыл. Мына житель шақырып жатыр ғой. Не болды, житель? Не болды? Житель бірдеңке керек па? Жоқ, Расыл, рахмет айтқым келеді. Негізі атура айтайын. Жақсы адам екенсің. Рахмет саған. Оқасы жоқ, житель, маған рахмет айтпай ақ қой. Не істемейсің көршің үшін? Давай, житель, короче. Видеомды аяқтай салайын қазір. Кешке пешке алып келіп берем, житель. Короче, ё-моё, достар, осымен мен видеоны аяқтаймын. Айтпақшы, мынау жетіп қалады, мынау қолымдағы ағаштар ше. Печкаға салуға. Печкаға емес енді. Бір үйімді ремонттауға осы ағаштар жетіп қалды. Үсіп қойып қояйық та, мынаны да қоя салайық. Телефонды ала салайыншы. Біреу звондап тұр ғой маған. Ничего, керек емес. Керек емес. Маңызды емес нәрсе. Короче, достар, мен осымен видеоны аяқтаймын. Сіздермен болған мен Нұр-KZ. Бүгінгі видео ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазып кетейік. Қош, сау болыңыздар, келесі видеоларда жолыққанша.